Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәнінен санды және әріпті өрнектерді түрлендіру тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 135-ші сабақ. Біздің бүгінгі оқу мақсатымыз сандық және әріпті өрнектерді түрлендіру. Тақырыбымызға байланысты түсінік жолдарын бейнежазбадан тамашалайық. Арифметикалық амалдардың таңбаларымен біріктірілген сандар жиынтығы. Мұқият ойланып жауап бер. Қай өрнек санды өрнекке жатпайды? Дұрыс. 38 қосу x тең 228 санды өрнек емес. Неге? Өйткені онда сандар мен қосу таңбасынан өзге әріп пен теңдік таңбасы бар. Берілген санды өрнектерде амалдарды орындап, өрнектің мәнін табуға болады. Әріпті өрнектер бір, кейде бірнеше санның орнына латын алфавитінің әрпі жазылған өрнектер. Әріпті өрнекке келтірілген мысалға қара. Әріптің орнына оның мәнін қойып, арифметикалық амалды орындап, өрнектің мәнін табуға болады. Өрнектің қалай құрылғанын түсіндір. X қосылған X қосылған X қосылған X. Берілген өрнекті басқаша қалай жазуға болады? X неше рет алынды? X-тен 4 рет дегенді қысқаша 4x немесе 4 көбейтілген X деп жазуға болады. Мұндай жағдайда көбейту таңбасы көбінесе жазылмайды. Есіңде сақта. Нәтижесінде әлде қайда қарапайым өрнек алынатын түрлендіру өрнекті ықшамдау деп аталады. Оқулықтың 21-ші бетіндегі 3-ші А тапсырмаға назар аударыңдар. Есептің шарты бойынша өрнекті құр. Үстел үстінде карандаштар салынған 3 түрлі қорап жатыр. Бірінші қорапта бірнеше карандаш, екіншісінде одан 2 есе артық, ал үшіншісінде біріншісіне қарағанда 3 есе артық карандаш бар. Карандаштардың санын көрсететін өрнектер жаз. Бірінші қорапта X, екінші қорапта 2X, үшінші қорапта 3X карандаштар бар. Бірінші, екінші және үшінші қорапта бірге X қосылған 2X қосылған 3X деп аламыз. Үлестірімді қасиетті қолданып, X қосылған 2X қосылған 3X өрнегін түрлендір. Тексереміз. X қосылған 2X қосылған 3X тең 1 көбейтілген X қосылған 2 көбейтілген X қосылған 3 көбейтілген X. Жақша ішінде 1 қосылған 2 қосылған 3 деп аламыз. Оны көбейтеміз X-ке. Тең 6 көбейтілген X. Бұны біз 6X деп аламыз. 3-ші А тапсырмасын. Пайымдауды түсіндір. 5X өрнегін қарастырайық. Бұл 5 саны мен X әріпінің көбейтіндісі. 5 саны сандық көбейткіш, ал X әріпі әріптік көбейткіш деп айтылады. 2X қосылған 3X өрнегін ықшамдап, біз 2 және 3 сандарын қостық, ал әріптік көбейткішті өзгеріссіз қалдырдық. Әріптері бірдей өрнектерді ғана қосуға және азайтуға болады. Мысалы, 3A қосылған 5A тең 8A, 3X қосылған 5X бұл ықшамдауға болмайтын есептер. 4-ші А тапсырмасы. Үлестірімділік заңын қолданып, өрнектерді ықшамда. 7X қосылған 2X тең 9X. Тура осындай қылып, қалған есептерді шығарамыз. 4-ші Ә тапсырмасы. Өрнекті ықшамдау үшін көбейтудің терімділік қасиеті қолданылады. Талдай отырып ықшамда. 3X көбейтілген 5 көбейтілген 10. Тең жақша ішінде 3 көбейтілген 5 көбейтілген 10 көбейтеміз X-ке. Тең 150X. Тура осындай қылып қалған есептерді шығарамыз. 5-ші тапсырма. Теңдеуді шеш.
Бесінші тапсырмасы мүмкін жағдайдағы өрнекті ықшамда. b қосылған 5b қосылған 6b тең 12b. Тура осындай қылып қалған есептерді шығарамыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.